отырар қамалы Әл-Фараби бабамыз, яғни ғалым ғұламалардың көптеп шыққан мекені. Арыстан баб кесенесінің жанында орналасқан Арыстан баба Құран жаттау орталығы. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, туыс бауырлар. Мынау көріп тұрғандарыңыз Арыстан баба Құран жаттау орталығы. Дәл осы орталықта құрылыс өңдеу жұмыстарын бастайын деп жатырмыз. Құрметті бауырлар, күлеңкіні ағашқа қағып 2 жылдық қыс мезгілін өткіздік. Жел болған кезде бұл жыртылып кетіп жатады. Сіз, біз болып, көпшілік болып, дәл осыны 20 тереземен қамтамасыз етсек. Ал қалған терезелерімізді өңдеуіміз қажет. Кафельдеріміз сынып, өз қалыбын жоғалтқан. Дуалдарымыз көшіп, өңдеуге зәру. Шырақтарымыз да тозған. Полдарымыз шөгіп, қисайып, жиһаздарымыз үстінде дұрыс тұрмайды. Осы жерді ойып, тегістеп, паркет төсесек. Потологымыз аянышты, күйреп түсіп жатыр. Мен тұрған жер асхана. Елдің болашағы болған Құран жаттаушы иманды ұрпақтың дәл осындай жерде, осындай күйде астануына лайық па? Яғни асханамызды реттеуіміз керек. Құрметті халайық, құрметті демеуші ағалар, құрметті қарапайым халық. Осы бір Арыстан баба Құран жаттау орталығының еңсесінің көтерілу үшін қолымыздан келгенше қайыр садақаларымызды Каспий Голдқа салып отырсақ. Алланың қалауымен елдің болашағы болған иманды ұрпақтың жағдайын жасап, Алланың қасында жұмақтан бір орынға ие болайық. Баршаларыңызға Алла разы болсын.